Сәлем балалар, ана тілі пәнінен 58-ші сабақ сөз және оның мағынасы тақырыбын өтеміз. Алдымен балалар, сөз дегеніміз не екенін есімізге түсіріп алайық. Сөз дыбыстардан құралады, сөз белгілі бір мағынаны білдіреді, сөз заттың, құбылыстың атауын айтамыз. Балалар, мағынасына қарай, мағынасы қарама-қарсы сөздер, мағынасы бір-біріне жуық сөздер, дыбысталуы бірдей, мағынасы әр басқа сөздер болып бөлінеді балалар. Енді бірінші жаттығуға қарайық. Өлеңді рөлге бөліп оқы. Қазым, қазым, қаңқылда. Қазым, қазым, қаңқылда. Көлде жүзіп салқында. Жем шашайын, жейсің бе? Кәмпит берші, дейсің бе? Жоқ, жоқ, кәмпит болмайдас. Арпа менен бидай шаш, деп қаздарым қаңқылдап, көлде жүзді саңқылдап. Авторы Сапарғали Бегалин. Балалар, өлең не туралы айтылған екен? Қаз туралы айтылған. Ал қаз қандай құс? Үй құстарының бірі, ол қаз деп аталынады, балалар. Енді балалар, үй құстарына қандай құстар жатады? Үй құстары немен қоректенеді? Олардың пайдасын білеміз бе, балалар? Жақсы, жарайсыздар, балалар. Балалар, жан жануарлардың ең көп және ең маңызды тобы ол үй құстары деп аталынады. Үй құстарына әтеш, тауық, қаз, күрке тауық, тағы да басқа құстар жатады, балалар. Олардың еті, сорпасы, жұмыртқасын адамдар пайдаланады. Адамдар үй құстарына жем, су беріп, қора дайындап, қамқорлық жасайды, балалар. Жақсы, балалар. Енді балалар, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Қаз суда жүзеді. Мен 100-ге дейін санаймын. Жүзің жарқын болсын. Балалар, 100 сөзінің мағынасын білеміз бе? Бірінші 100 дегеніміз суда жүзу, яғни 100 іс-әрекетті білдіріп тұр, балалар. Келесі 100 дегеніміз ол сан. Келесі 100 ол адамның бет бейнесі, жүзі, балалар. Келесі балалар, үшінші жаттығуға қарайық. Жаңылтпашты тыңда. Таптырмай қырдан құр, қайттық біз құрдан құр. Жақсы, жарайсыздар, балалар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.